Hi guys, сәлем достар, олай болса ағылшын тілі магистратура кеп қалады деген сұрақтарға тоқталып кетейік. Және біздің курста қазір акция болып жатыр. Егер тіркелсеңіз, біздің курсқа 0-ден бастап өтеміз. 2 айға небәрі 20 000 теңгенің орнына 14 990 теңге. Қазір тіркелсеңіз, магистратура базасын, 6 жылдық базасын бонус ретінде берем. Яғни өзім грантқа түскен база. Олай болса, жалғастырайық. I tried. Why I was so late, but she didn't listen. I tried таңген to what? I tried to explain it. Начальная форма, бастапқы форма. I tried to explain why I was so late, but she didn't listen. Я постарался объяснить ей, почему я опоздал, но она не выслушала меня, дейді. Ойна жаңа жасадық қой, келесі кеттік олай болса. Бәрекелді. Do you object to hear it? Қайсы болады? Do you object to кімнің? Біздің ғой, біздің темекі шегуімізге міңдеп тұрсын ба дейді да? Our smoking here. Біздің. Б болады. Бәрекелді, келесі. With great force, the stone reached the opposite bank, дейді. Қатты күшпен лақтырылып, дейді. Тас келесі жағаға жетті. Тасқа әрекет жасап тұр, значит, to be керек та, to be thrown деп айтпаймыз, бірақ being thrown. Күшпен лақтырылып, значит, жауап не? Е варианты болады. Келесі. He seems, он казалось, да, көрінді дейді солай, He seems to be writing something. То есть, жазып отқан сияқты болып көрінді дейді. To be writing. A варианты болады. Бәрекелді. Олай болса, It depends. A lot depends, бізде, келесі. A lot depends on your pointing out the mistakes at once, дейді. Көп нәрсе сенің қателерді сразу тауып бергеніне байланысты. Сенің тауып бергеніңе, тауып беру дегенде, сенің деген your pointing out. Окей? Бәрекелді. Келесі бізде 67-ші сұрақ. Saint Basil's Cathedral was built. Қай жылы? Жылға не қолданамыз? In 1561. Памяти дегенде не қолданамыз? In the memory of the victory over Kazan. То есть, Казаннан жеңісі туралы жаңағы памятке байланысты құрылған дейді. Сол үшін жауап не болады? С болады. Келесі бізде Our nephew is very good math. Қайсысы болады? Өздеріңіз пікірге жазып кетіңіздер. Видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, тіркеліп кетіңіздер. Сәттілік, аман болыңыздар, бар болыңыздар. Good luck!